Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен Замиокулькастың тағы да бір сорты, Замиокулькас Равен деген сортымен таныстырғым келіп отыр сіздерді. Бұны Замиокулькас Black деп те атайды. Долларовое дерево черный деп те атайды. Жапырақтары байқалып тұрса қара. Басқа сортынан да айырмашылығы бар. Менде кәдімгі Замиокулькастың сорты және Замиокулькас Зензидің да менде видеолары бар. Қазір сіздерге видеоның суретін экранға көрсететін боламын. Соған кіріп көрсеңіздер де болады. Бүгін міне назарларыңызда Замиокулькас Равен деп аталынады. Өте әдемі, міне жапырақтары ерекше қара болып келеді. Менің доллар гүлінің күтімі туралы видеоларымды көрсеңіз, солардан ешқандай да айырмашылығы болмайды. Бұл суккулент сортына жатады. Міне қарап тұрсаңыздар, бұның тамыры бар және картошкасы бар. Картошкасы болғандықтан да бұл гүл суды жақсы көре бермейді. Суды құйған кезде абай болған дұрыс. Мынанша күнде, бір айда, 2 айда, немесе 2 аптада деп су құю керек деп айтпаймын. Себебі әр үйдің температурасы әртүрлі болады. Сол себепті топырағының кепкеніне байланысты құятын боласыздар. Суды ғана көп құймайсыздар және тыңайтқышты 3 аптада немесе 1 айда беріп тұрсаңыздар да болады. Бұл гүлге қатты бір құнарлы, ондай топырақтың да қажеті жоқ. Мына жерде сіздерге топырақты мен қалай дайындайтынымды көрсеткім келіп отыр. Бұл топыраққа кәдімгі жаңағыдай теравайт топырағына, оның ішінде биогумусы, перлиті, жаңағы барлығы бар. Ауланың құмарласқан топырағын араластырып отырмын. Және бұған мен қазір мына перлит қосып отырғызамын. Перлит бұл тамырының картошкасының шіріп кетуін болдыртпауға септігін тигізеді. Суды көп құйсаңыздар, тамырын ылғалдылықтан сақтайтын болады. Негізінде теравайт топырағында да перлит бар құрамында. Ол аз деп ойлаймын, сол себепті де мен осындай топырақ дайындадым. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Видео соңында көптеген ақпараттармен бөлісетін боламын. Егер осы Замиокулькас Равен гүлінің күтімін толық білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің каналыма кіріп, басқа да гүлдердің күтімі, доллар гүлдерінің күтімі, доллар зензи, Замиокулькас кәдімгі обычный сол туралы күтімін көрсеңіздер болады. Бұл доллар гүлі үлкен горшокты жақтыртпайды. Себебі бұның картошкасы, егер үлкен горшок отырғызатын болсаңыздар, горшоктағы топырақ көп болады да, оның ылғалдылығын сіңіре алмайды, тамырлары шіріп кетеді. Сол себепті де мына осындай кішкентай ғана горшок алдым. Енді осыны бірге отырғызатын болайық. Достар, мына Замиокулькас Равен гүлін осылай отырғызып болдым. Кішкентай ғана горшокқа отырғыздым, тамыры шіріп кетпесін деп. Енді отырғызып болғаннан кейін міндетті түрде эпинмен су шашатын боламыз. Эпин стресстің алдын алу үшін стресс болдырмайды. Сол себепті де осылай жапырақтардың артына барлығына су себеміз. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналға кіріп, басқа да видеоларымды қараңыздар. Гүлдердің күтімі туралы көптеген ақпарат ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға да рахмет. Сау болыңыздар.